Қайырлы күн, құрметті достар, және де арнамыздың оқырмандары. Бүгін әдеттегідей шай тайм жобасы. Бүгінгі жобамыздың құрметті қонағы таныс болыңыздар. Қазан айының алғашқы жексенбісі ұлағатты ұстаздар күні. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, шәкірт бойына білім нәрін себелеп, дара баладан дана бала тәрбиелеп отырған ұстаздарымыздың мерейі әрқашанда үстем болсын. Енді бүгінгі жобамыздың қонағы осы ұлағатты жолды ұстаған жас ұстаз Марат Қани. Марат досым, қош келдің біздің жобамызға. Енді кәсіби мейрамыңмен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Еңбегің жемісті болсын. Енді бізбен ашық әңгіме айтып, шай ішуге қалай қарайсың? Дайынмын бәріне. Енді саған алғашқы сұрағым болсын. Біз сені дара Марат кезіңнен білеміз. Мектеп қабырғасында жүріп, талай додалардың жеңімпазы болдың. Енді мен сені өз ойым ақындық жолды қуып кететін болар деп ойлағам. Енді алайда ұстаздық жолға келу мақсатыңды айтып кетсең. Жалпы ақындық жол деген бұл белгілі бір мамандық емес қой. Соған түсіп алып, соған қарай қуып кететін. Ал бұл ұстаздық мамандық. Әрбір адамның өзінің жеке миссиясы болу керек, жеке көзқарасы бар, жеке пайымдауы бар деген секілді. Менің ойымша, менің жеке миссиям ол осы мұғалім болу. Алдымнан қаншама бала өтеді, қаншама оқушы өтеді, соның барлығына сапалы білім беру, тағылымды тәрбие беру, сол арқылы жас ұрпақтың бойына отанға деген сүйіспеншілік қасиеттерін қалыптастыру, яғни мемлекет мүддесін ойлайтын, елдің қамын жейтін ұрпақ қалыптастыруға өз үлесімді қосу. Бәрекелді. Ал алғаш мектеп табалдырығын жас маман ретінде аттаған сезім қандай болды? 2019 жылы мен Түркістандағы халықаралық Қожа Ахмет Яссауи атындағы университетті бітірдім. 2019 жылы бітірдімде Ақшұқыр мектеп-лицейіне жұмысқа тұрдым. Бірінші қыркүйек күні жас маман ретінде сапқа қосылдық. Сақа мұғалімдердің жолына түсуге бел байладық. Енді бұл жердегі сезімді түсіндірудің өзі, сөзбен түсіндірудің өзі қиын болар, өйткені ішкі толқыныс, тебіреніс, оның барлығы сол жерде тұрған кез келген жас маманның басында болатын жағдай. Яғни ұстаздық деген үлкен жол, ауыр жол, өйткені қаншама балаға тәлім тәрбие береміз, оқытамыз, оған дұрыс білім бере аламыз ба, дұрыс тәрбие бере аламыз ба деген мәселелер көкейде сайрап тұрады. Яғни алда жау, артта Москва деген секілді, алдымызда үлкен ұрыс тұрды, үлкен соқпақты жол тұрды. Соның барлығынан өту керек. Міне осының бәрінен қалай өттем, осы жолға түстім екен, демек белді бекем байлауым керек деген секілді сұрақтар көкейде тұрғаннан кейін, енді кеудеде, жүректе белгілі бір деңгейде тебіреніс, толқыныс болады. Ал ұстаз болу жүректің батырлығы дейді. Ал осы ұстаздық қызметті таңдауда батырлықпен қоса адам бойынан қандай қасиет табылу керек деп ойлайсың? Мұғалім болғаннан кейін, ұстаз болғаннан кейін міндетті түрде сенің бойыңда өз мамандығыңа деген сүйіспеншілік болу керек. Өз-өзіңе деген адалдық болу керек. Егер сен өз мамандығыңды сүйе алмасаң, алдыңдағы балаға дұрыс білім бере алмайсың. Сен өз мамандығыңа, өз-өзіңе, өз арыңның алдында адал бола алмасаң, онда сен сабаққа кіретін 45 минутыңа міндетті түрде қиянат жасайсың. Оған кешігіп келуің, болмаса сабақты дұрыс өтпеуің, дұрыс әдіс тәсілдерді пайдаланбауыңның барлығы осы өз мамандығыңа деген қиянат, өз-өзіңе деген қиянат, өз-өзіңнен бөлек алдында отырған 20-25 оқушыға деген қиянат. Яғни ол сол 45 минуттың ішінде сенің алдынан қандайды бір білімді игере алмай қалды ма, онда сен үшін бұл кешірілмес, күнә десек те болады. Сондықтан мұғалімнің бойында ең бірінші адалдық болу керек. Ардың алдында адалдық болу қажет. Рахмет. Енді барлығымызда мектеп қабырғасында білім алып шәкірт болдық. Бірақ енді қазіргі шәкірттердің өздерінен қандай айырмашылығы бар? Жалпы бұл тұрғыға келген уақытта біз ғылымның тіліне сүйенеміз. Мысалы, біз Z ұрпақпыз. Яғни ғылымда бізде Z буын деп айтады. Ал бізден кейінгі қазір менің алдымда білім алып жатқан оқушылар, олар альфа ұрпақтың өкілдері. Яғни олардың деңгейі, олардың психологиясы қазіргі таңда ғылымда өте қатты терең зерттеліп жатыр. Яғни олар тумай жатып техниканың тілін біліп туатын ұрпақ деп айтады. Сондықтан қазіргі білім үдерісінде жаңа технологияларды игеру деген
АКТ деген жаңа бір бөлім қосылды, яғни оқыту әдістері қосылды. Баяғы дәстүрлі жүйе бойынша ол оқушыларда мұғалім 40 минут бойы, не болмаса 45 минут бойы сарнап тұрып, білім беру, не болмаса оларды оқыту қазір мүмкін емес. Олардың, балалардың психологиясы өзгеріп кеткен. Оларға түрлі әдіс тәсілдерді әкелу керек. Яғни олар альфа ұрпақ болғаннан кейін олардың қызығушылығы не? Техника ма? Техника бойынша мейлінше жеңілдетіп, өткізгелі отырған тақырыпты мейлінше қызықтырып өту қажет. Жалпы балаларға сабақ бергенде қолданатын әдіс тәсілдеріңіз, методикаңыз бар ма? Жалпы бұл жерде білім мазмұнын жаңарту деген курс болады, яғни барлық мұғалімдер осы курстан өтіп жатыр. Қазіргі таңда Қазақстанда да барлық мұғалім осы курстан өтіп келеді. Яғни белгілі бір әдіс тәсілдерді пайдаланамын деп айтудың өзі бұл жерде дұрыс емес болар. Өйткені ол деген менің өтетін тақырыбыма байланысты, өтетін сабағыма байланысты құбылып, әртүрлі болып өзгеріп отырады. Өйткені әртүрлі тақырыптарды балаға игерту үшін әрқайсысына әртүрлі әдіс керек. Топтап өткізу керек пе, саралап өткізу керек пе, жекелеп өткізу керек пе, осы сияқты. Марат, енді мынандай сұрақ болсын. Қазіргі шәкірттердің оқуға деген ынтасы қандай? Балалардың сабаққа деген ынтасына белгілі бір деңгейде анализ жасай алмаймыз, өйткені біз 1,5 жыл бойы онлайн түрде білім бердік. Ол кезде де оқушылардың әлеуетін көрдік, өйткені ашығын айту керек, Қазақстанда қазіргі таңда оқушыларды синхронды түрде оқытуға бізде мүмкіндік болмас, сондықтан біз асинхронды форматта балаларға білім бердік. Енді 1,5 жыл олар онлайннан келді, мектептен 1,5 жыл қол үзіп қалды. Демек, қазіргі таңда балалардың ынтасын біз белгілі бір деңгейде төмендеп кетті деп нақты айта аламыз. Яғни олардың сабаққа деген құштарлығын ояту үшін біз қазіргі таңда мұғалімдерге үлкен жүк түсіп отыр. Бойындағы бүкіл энергия, күш, соның барлығы оқушыларға сабаққа деген қызығушылық ояту үшін жұмылдырылып жатыр. Онлайн кезінде кеткен қателіктер, онлайн кезінде игерілмей қалған дұрыс тақырыптар, осылардың барлығы қазір балаларға оқытылып жатыр. Енді қазір бала болғаннан кейін, жаңа ақпараттың заманы болғаннан кейін, балалардың миында өте көп ақпарат бар. Олар деген телефон пайдаланады, компьютер ойнайды, болмаса телевизор қарайды деген секілді. Миына қаншама ақпаратты құйып алады, сөйтіп сабақтың ақпаратын құюға келген уақытта белгілі бір деңгейде ол аз-аздан бар. Сондықтан баланың сабаққа деген ынтасы біздің кезімізбен қарағанда анағұрлым сәл төмендеу деп айтсақ болады. Енді Марат шайдан алып отыр. Енді арман адам қанаты дейді. Арманың қандай? Кез келген адамда белгілі бір деңгейде арманы бар. Кез келген адам армандайды. Жалпы менің арманым, жалпы менің көкейде жүрген қиял десек те болады. Қиял десек ол фантастикаға ұласып кетеді. Арманға келетін болсақ, бәріміз мемлекет мүддесі үшін жұмыс жасап жүрміз ғой бұл жерде. Жеке бас үшін емес. Ұлттың қамы деп айтсақ та болады. Енді ұлттың қамы деп айтудың өзі үлкен бір мәселе болып кетеді. Өйткені біз Әлихан сияқты, не болмаса Ахмет Байтұрсынов сияқты жұмыс жасап жүрген жоқпыз. Тек солардың жасаған жұмысының белгілі бір бөлігін жасасақ деген арман. Яғни осы ұстаздық жолға түстік па, мұғалімдік қызметті атқарып жүрміз ба, осы атқа дұрыс ие болу, мұғалім деген мәртебелі есімге кір келтірмеу. Біздің арман. Рахмет, Марат, енді осы жерден сұрақтар келген тоқтатып, бірақ енді біздің Шайтайым жобасының екінші арнасы бар. Ол 10 және бір сұрақ деп аталады. Саған жеңіл 10 сұрақ қоямыз, соған шапшаң әдемі жауап береміз, Жақсы. Кеттік. Біздің Айдарға шақырғанда қандай ойда болдың? Ешқандай ойда болған жоқ. Бала кездегі күлкілі арманың? Бала кезде мен детектив болғым келген. Мектеп қабырғасындағы қызықты сәттерің? Мектеп қабырғасында қызықты сәттерге тоқталатын болсақ, мұғалімнің журналын қарауды айтатын шығармын. Кімнен ақыл сұрайсың? Достарымнан, жас үлкен ағалардан. Бос уақытыңда немен шұғылданасың? Бос уақытымда жаңа дүниелерді игерумен. Ұстаз болмасаң, кім болар едің? Сот қызметкері. Ақындық өнерің кімнен дарыған? Нағашылардан. Ең сүйікті есімің? Алтай. Шайды көп ішесің бе? Шай қазақтың моторы. Шәкіртке талабың қандай? Адал болу. Ал 11-ші сұрақты саған қойайын.
үйленуді қай уақытта жоспарлап жүрсің? Құдай қаласа, ай-хай 25. Бәрекелді. Рахмет. Марат бауырым, саған үлкен рахмет. Біздің жобамызға арнайылатып өзіңнің уақытыңды бөліп келгеніңе. Саған еңбекте жеміс тілейміз, оқу жылы сәтті басталып, жоғарғы деңгейде сәтті аяқталсын деген ниеттеміз. Рахмет сіздерге де шақырғандарыңыз үшін. Жақсы күндерде жолығайық. Рахмет. Және де біздің жобамыздың атынан осындай кішігірім ғана сыйлығымыз бар. Осы бокалмен шай ішіп жүр. Арасында бізді еске алып. Ал құрметті достар, құрметті арнамыздың оқырмандары, бүгін Шай Тайм жобасы өз жұмысын аяқтайды. Сіздермен бірге болған мен Архат Бейсенбаев және Марат Қаниев. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын.